Barchaga salom dostlar. Sizlerмен sport жаңалықтары. Videoni басамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. IBF ұйымы Головкинді бразилиялық нокаутшымен айқасқа міндетті. Екен біз кішкентай конкурс жариялап қойғанбыз. Кім көп комментарий жазып подписаться болып лайк басса, соны видеоның басында шығарамыз. Сейлхан Сагдола. Осы адам ең көп комментарий жазып лайк басып подписаться болған адам. Екен біздің ақшалай сыйлықтар да бар. 10 000 теңгеден беретін боламыз. Кім комментарий жазып, кім подписаться болып, ар видеоға комментарий жазып қалдырмай көрсе. Баршаға сәттілік. Орта салмақта WBA супер және IBF белбеулері иегері қазақстандық Геннадий Головкин келесі кездесуін IBF белбеуі міндетті үміткер бразилиялық Эскива Фалкаомен өткізу керек. Бұл туралы Boxing порталы хабарлайды. Дерексөздің ақпараты бойынша IBF ұйымы WBA қауымдастығымен келісімге келген. Енді Головкин WBA World белбеуі кубалық Эрсланды Лараға қарсы емес, IBF белбеуі Фалкаоға қарсы қорғауы керек. Ал қай жеңгені кейін Ларамен кездесуге міндетті. Фалкао 20-212 жылғы Олимпиаданың күміс жүлдегері. Міндетті қарсылас атағын ол канадалық Патрис Волинет жеңіп иеленді. Дегенмен аса танымал емес. Фалкаомен кездесу өткізбеу үшін Головкин IBF белбеуінен бас тартуы мүмкін дейді басылым. Өйткені Эскиваның промоутері Боб Арум қазақстандық боксшы сұраған сыйақыны бере алмайды. Бірақ мұндай жағдайда IBF дайын. Егер Головкин белбеуден бас тартса, оған аустриялық Майкл Зерефа мен Фалкао таласады. Сондықтан Геннадий келесі кездесуін Ларамен өткізу абдан ықтимал. Америкалықтың промоутері Элли Хаймен Геннадий Головкин сұраған сыйақыны тауып бере аламын деп мәлімдеме жасады. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.